Қалай, бәрі дұрыс па? Шынымды айтсам, таңғалып тұрмын. Бірақ оның жағдайы әлде қайда жақсы. Жарайсың, жігіт. Бұл жерде менің түк қатысым жоқ. Бұл кісінің қызы әкесі тезірек жазылып кету үшін барлығын істеп жатыр. Міне соның арқасы. Тамаша. Айтпақшы, диссертация қалай? Мен әлі аяқтамадым. Бірақ америкалық бір университет қызығушылық танытып жатыр. Солай ма? Шын ба? Иә, шын. Құттықтаймын. Рахмет. Әкем қалай? Жақсы. Жүріңіз, сыртқа шығып сөйлесейік. Банктегі шоттың номерін біле сала, дереу Америка туралы айта бастадың ғой. Айсұлу, сіз батыр қыз екенсіз. Әкеңіз үшін керек жағдайдың бәрін жасап жүрсіз. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы, тіпті өте жақсы. Айтыңызшы, әкем жақсы болып кете ала ма? Қазір бәрі жақсы. Ол ауруынан жылдам айығып келе жатыр. Бірақ бұл көпке созылмайды. Енді не істеу керек? Израильде жақсы клиника бар. Бірақ онда емделу үшін көп қаражат керек. Менде ақшам жоқ. Сіздерде дүкен бар ғой. Не болды? Сөйлестің ба? Иә. Серік қайда? Білмеймін. Қайда жүрсе де маған бәрі бар. Сен одан да банк шоттың нөмірі қайда? Соны айт. Айтпақшы Айсұлу. Мен саған айтпадым ба? Мені Америкаға шақырып жатыр ғой. Әрине, сен өзің ол туралы енді біліп тұрсаң, қайдан айтасың? Жоқ, айтқан жоқсың. Қуаныштымын. Сен өз мақсатыңа жетерсің. Рахмет. Ол қазірдің өзінде миллионер. Қой, жарайды. Мен шыға тұрайын, е? Әке, менің жағдайым қиын. Бірде-бір қолдайтын адамым қалған жоқ. Бизнестің әлемі осындай жаным. Қолымнан келгенше сені аулақ ұстауға тырысып ем. Біздің бір-ақ күніміз қалды. Көмектесші. Қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Тек қасымда болсам болды. О, Төрнет. Сәлем. Тоқтасынның кабинеті кеңірек сияқты. Ол тек уақытша. Тоқтасындікі. Қайсар, сен сауда залын көрдің бе? Адамдар көп. Жұмыс қарқынына қарап отырып, олар қарызды жылдам қайтарады ау деген ойға келіп отырмын. Мүмкін сенің мені лақтырма ойың бар шығар,
Иә, қарызды қайтарасың. Тоқтасың мен Айсұлуды ұзақ мерзімді жылы жерге емге жібересің. Сосын өзің дүкенді басқарып отырасың, ә? Қай-қайдағын айтпашы. Ендеше есіңде болсын. Олар қарызды қайтара алмайтын болсын. Акитай, бастаймыз ба? Кеттік. Ал, бүгін ерекше күн. Кәне, тауарларды орнына қарай тасуды бастайық. Маған бір демалыс алу керек. Кейінгі кезде өте жұмыс басты болып кетті. Өзіме қарауға да уақыт жоқ. Тіпті білесің бе, соңғы кездер жігіттер мына мені көздеріне делмейтін болды. Тек қана соңғы кезде ғана. Абайламайсың ба? Көзің соқыр ма не? Соқыр. Көрдің бе? Біз жеңілдіктер жасауымыз керек. Мына тауарларды таңдадым. Бұл тауарлар осыда жақсы өтіп жатыр? Сатып алушыларды таңғалдырайық. Гүлназ? Мына тауарларды және мына тауарларды мына жерге қояйық.
Қызым, байқаймын, қарқының жаман емес. Әке, біз үлгіреміз. Жұлдыз? Мына тауардың сақтау мерзімі аяқталған. Басқасын алып келші. Жарайды. Айсұлу. Тоқтай тұр, сөйлесейікші. Сен сатқынсың. Кешірші мен, ренжімеші маған. Мен ренжіген жоқ. Бірақ енді осы әлемде сен барсың ба, жоқсың ба, маған бәрі бір. Сен не істеп қойып едің? Сабыр. Оның несін сұрайсың? Сен гүл сыйла. Бәрін ұмытып, кешіре сала. Жоқ. Ол енді оңайлықпен кешіре қоймас. Ақыры, өз соны қалап тұр екен. Қайтем, кетем енді. Кете салу оңай Серік. Бірақ одан еш нәтиже шықпайды. Мысалы, Майраны қарашы. Мені маңына да жолатпайды. Бірақ мен алған бетімнен қайтпаймын. Ол Майра. Ал бұл Айсұлу. Ей, қыздардың бәрі бірдей. Ең болмаса сен кешірім сұрадың ба? Ол мені мүлдем көргісі де келмейді. Қайдағы кешірім? Жоқ, сен тағы да бір көрші сұрап. Жарайды. Айтпақшы? Ана Майраның қасында каширсы қыз бар ғой? Сол сен ұнатып қалған сияқты. Нені? Майраның ұнатпаған өкінішті. Жарайды, кеттім мен. Жарайды. Мен сатқынмын. Жарайды, Айсұлу. Мен жүрейін. Бітіретін шаруаларым бар, Я жарайды. Айсұлу, кешірші мені. Әке, мен саған теледидар қосып берейін. Қоссаң қос. 100 жыл болған шығар, теледидар көрмегеніме. Айсұлу, мен біраз ойландым. Уақытың бар ма? Тыңдап тұрмын. Жүр, жинал. Қарыз берушілерге барайық. Мен оларға барып қайттым.
Қай кезде сен барып үлгердің? Сен күні бойы залда жүрген жоқсың ба? Сізбен сөйлесіп болғаннан кейін. Иә? Не шештіңдер? Еш нәрсе. Енді сен көп уайымдай берме. Мен уайымдап тұрған жоқпын. Кешке дейін керек ақшаны жинаймыз. Әрине. Жарайды, мен барайын. Бара ғой? Қайсар аға, Серік сіздің қарыз берушілермен сөйлескеніңізді естіпті. Сіз дүкенді өз атыңызға аудармақсыз ба? Немене? Сондырақ? Мен де солай ойлағанмын. Ол әдейі істеген. Мен ондайларды жақсы білем. Кез келген кезде сатып кетеді. Сатып үлгірді. Айттым ғой саған. Болгон. Айсұлу? Келдің бе? Онда не жоғалттың? Тоқтасын аға. Сізге Айсұлу айтты ма, айтқан жоқ па білмеймін. Бірақ мен оның алдында кінәлімін. Сен не істеп қойдың? Менікі сатқындық болды. Ол менімен сөйлесуден бас тартты. Енді маған не дейсің? Бірақ сізге не үшін келгенімді білмеймін. Жоқ, отыра тұр. Мен қазір жүгіріп барып Айсұлуды шақырып келейін. Бір сөзбен айтқанда, мен оның алдында кінәлімін. Кетсем, кеткенім дұрыс болар. Сәлем. Ой, Ертай, сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Айсұлу, мен саған үлкен бір жұмыспен келдім. Солай ма? Иә. Қазір жаңа телетоптама түсіріліп жатыр. Оған актерлар іріктеліп жатыр. Сол телетоптамаға әдемі скрипкада ойнайтын қыз керек. Ал сен білесің, мен сенен басқа ешкім танымаймын. Не дейсің? Ертай, рахмет. Бірақ қайдан? Айсұлу, бас тартпашы. Режиссер сені таңдайтынына күмәнім жоқ. Жұлдыз боласың ба сен? Ертай, ниетіңе рахмет, бірақ уақытым жоқ. Дүкенді тастап кете алмаймын. Ренжімеш? Айсұлу. Жарайды, былай істейік, Айсұлу. Түсірілімге әлі біраз уақыт бар. Сен асықпай ойланшы. Таразыға салып, жақсылап шешім шығар. Сосын хабарласасың. Қазір мен саған кедергі жасамайын, сен жұмысыңды істе. Сау бол, хабарласамыз. Иә? Жақсы. Сау бол. Сау бол. Ей, қалайсың? Ой, сен бүгін ерте келдің?
Жұмыстан тағы шығып қалдың ба? Шығып қалдым. Әй, сен бірақ жұмысты тез-ақ тауып аласың ғой, солай емес пе? Иә, ертең табам. Жоқ. Сен бүгін тапқаның дұрыс болар. Сізге не болған? Ауырып тұрған жоқсыз ба? Жоқ. Жай көңіл күйім жоқ. Кешіріңіз, бізге жігерлі, позитивті адамдар керек. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Сізге не болды? Bir нәрсе ұнамай тұр ма? Жоқ. Мен қайта күліп тұрмын ғой. Сонда сіз маған күліп тұрсыз ба? Жоқ. Мен көңіл жігітпін. Бізге көңілді жігіттер керек емес. Бізге жауапкершілікті қызметкерлер керек. Сәлеметсіз. Саламатсыз ба? Сізге не болған? Еш нәрсе болған жоқ. Мен жақсы қызметкер болдым. Жоқ. Бізге көңілді адамдар керек. Біз балалармен жұмыс жасаймыз ғой. Мен көңілді бола алам. Менің қолымнан бәрі келеді. Сіздер мені бір күн сынап көріңіз. Мен көрсетейін. Жарайды. Сізге хабарласамыз. Ойланайық. О, Майра, қалғалайын? Ой, сұрамаңыз. Әдеттегідей тынымсыз жұмыс жасап жатырмын ғой. Барлықтарына сыйақы беремін. Рахмет, Айсұлу. Сіздің бұл жерде болғаныңыз өте дұрыс болды ғой. Айсұлу, ананы қараңызшы. Сіз ана елді білесіз бе? Жоқ, танымаймын. Осы әйел біздің дүкенге күнделікті келіп тұрады. Бірақ бір нәрсе сатып алғанын көрген емеспін. Мүмкін оны біздің бәсекелестеріміз жұмсаған шығар. Демек, онда өткендегі өртті ұйымдастырған осы кісі ғой. Айсұлу, полицияға хабарласу керек. Тұра тұр. Ол кісіні мен таныдым. Кеше маған келген. Айтсам сенбейсің. Менің өнерімді жақсы көреді екен. Солай ма? Мен орындайтын шығармаларды тыңдайды екен. Жақсы, онда олай болса мен барып жұмысымды істей берейін. Әйтпесе қазір кассаға кезек көбейіп кетеді. Сәлеметсіз бе? Ой, сәлем. Кешіріңіз, сәлеметсіз бе? Сіз кеше қоштаспай кетіп қалдыңыз. Неге жыладыңыз? Мен сізді ренжітіп алдым. Жоқ, сен емес ренжіткен. Бәрі дұрыс. Мен өзімді дәл осылай бақытты сезінбегелі көп болды. Мен осы жерге жиі келіп тұрам. Екеуміз әңгімелесейікші. Айсұлу, сау болыңыз. Сіз не айтқыңыз келді? Мен кейінірек өзім сіз тауып аламын. Сау болыңыз.
Абай қайда? Ана жақта тоқтасын жалғыз қалды ғой. Ол бүгін келмейді. Мен әкеме барайын. Әкетай, қалың қалай? Айсұлу, мына теледидарды сөндірші. Қарай жалықтым. Біз мақсатымызға жеттік. Біз жинаған ақшамен қарыздың жартысын жабамыз. Бізге уақыты созады. Аяғында дүкен біздікі болады. Қуаныштымын, қызым. Әрине, бәрі де сенің арқан. Бұйыртса қарыздан құтыламыз. Ақша жинап сені Израильге апарам. Сол жақта емдейміз. Бірақ оған дейін жазылған дұрыс болар еді. Мен де қолдан келгенше тырысып жатырмын, қызым. Кіріңіз. Сәлеметсіз, Айсұлу. Сәлеметсіз. Сізге бір кісі сәлемдеме жолдап жіберді. Кім? Танымадым, бір әйел адам. Жарайды. Аға, сау болыңыз. Сәлеметсің ба? Отыра ғой. Рахмет. Тамақтанасың ба? Жоқ. Мен әдейі тәтті алып қойып едім. Кішкентай кезінде тәттіні жақсы көруші едің. Оны қайдан білесің? Қыздардың бәрі тәтті жақсы көреді. Сәуле, Иә? сіз не айтқыңыз келіп еді? Мен жай сенімен жақынырақ танысқым келеді, дос болғым келеді. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар. Мен сені өте талантты қыз деп есептеймін. Қарсы болмаса, дос болайық. Дос болсақ, дос болайық. Мен қарсы емес. Рахмет. Өзің туралы айтшы. Не айтайын? Мысалы, ата-анаң туралы немен айналысады? Менің анам жоқ. Кешір. Ал әкең ше? Әкем ауырып жатыр. Ол туралы айтқым келмейді. Жарайды. Кешіре ғой. Сіз де өзіңіз туралы айтып берсеңізші. Мен бар. Мен де музыканы өте жақсы көрем. Айсұлу, кездесуге келгеніңе рахмет. Мен үшін бұл кездесу өте маңызды. Жей ғой, қысылма. Дүкенге өзім жеткізіп саламын. Жарайды. Дәмді. Білесіз бе, сіздей дос тапқаныма мен өте қуаныштымын. Әйтпесе, оқу, дүкен деп жаңа достар табуға уақытым жоқ. Рахмет, түсінемін. Бірақ
дүкенде қалай тұрып жатырсың да? Енді басында қиын болды. Ал қазір үйрендік. Мүмкін мен үй табуға көмектесейін? Жоқ. Үйді қайтарып аламыз. Сендей талантты қыздың дүкенде тұрып жатқан дұрыс емес. Жарайды. Әкең күтіп қалған шығар бара. Иә, әкем, ұйықтап жатқан шығар. Жүрмесе де тез шаршайды. Барайық. Сау болыңыз. Сау болайық. Айсұлу! Айсұлу, тоқта тұрыңыз. Кешіріңіз. Сіз кім боласыз? Кешіріңіз, мен сізге айтқан жоқпын. Мен Айсұлуды шақырғаныңызды көрдім. Сізге не керек? Сіз Айсұлуды танисыз ба? Я, біз жақын құрбыларымыз. Ал сіз кім боласыз? Мен Тоқтасынаға қарайлаймын. Ол туралы естіген шығарсыз? Сіз Абайсыз ба? Иә. Шынымды айтсам, мен өте қатты асығып тұр едім. Маған Айсұлу керек еді. Кешір, оны мазаламай-ақ қойшы, ол бүгін өте шаршады, ауыр күн болды. Иә, түсінемін, бірақ онымен міндетті түрде кездесуім керек. Онымен бір ақылдасатын өте маңызды шаруам бар еді. Бір нәрсе болып қалды ма? Оған мынаны беруді ұмытып кетіппін. Бұл не? Бұл Тоқтасын ағаның банктегі шотының нөмірі. Ол кісі маған оны ымдап түсіндіріп беріп еді. Кешір, Абай. Ертең келсеңіз жөн болады. Ертең уақытым жоқ. Жұмыс көп. Сіз ертең Айсұлуды көресіз бе? Я, біз күніге кездесеміз. Онда өтінемін, мынаны оған бере салыңызшы. Жоқ, өзіңіз беріңіз, мен бере алмаймын. Өтінемін, жай ғана бере салыңызшы. Айсұлу, мынаны саған Абай бере салды десеңіз болды. Өтінемін. Жарайды, мен берейін. Мұнда сандары жетіспейді ғой. Иә, алғашында мен де түсінбегем. Осы 10 санды қайталап терсеңіз болды. Тура 20 сан шығады. Сенімдімісіз? Иә, оны маған Тоқтасын аға өзі берді. Жарайды, мен берейін. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыз. Иә. Айсұлу? Сен ұйықтамағансың ба? Сізбен сөйлесейін деп едім. Отыр. Не болды? Жинаған ақша жетпей тұр ма? Жоқ, жартысынан көбін жинадық. Қарыз беру уақытын сосын деп айтайық. Жартысынан көп болса, артық уақыт сұраудың қажеті жоқ. Қарыз берушілер уақытты өздері-ақ береді бізге. Жақсы. Жақсы емес, өте жақсы. Бұйыртса, айдың аяғында дүкен біздікі болады. Байқайым, сен қуанышты емес сияқтысың. Қуаныштымын. Бірақ сізден сұрағым келгені. Менің анам туралы не білесіз? Ол туралы неге сұрадың? Білмеймін. Ол туралы мен аз біледі екенмін. Енді сіз әкемді бала кезінен білесіз ғой. Маған айтып беріңізші. Әкеңнің құрбылары көп болатын. Қайсы бірін есте сақтасын. Бір күні кіп-кішкентай сүп-сүйкімді сенің қолына көтеріп, кішкентай нәрестен алып келді. Мынау менің қызым дегеннен басқа еш нәрсе айтпады. Бұл қыздың анасы кім деп сұраған жоқсыз ба? Сұрадым әрине, бірақ айтпайтын.
түсінікті. Әкемді жатқызуға көмектесесіз бе? Әрине. Бәрібір сені кешірмеймін. Болды. Рахмет. Сен неге ұйықтамай жүрсің? Шай жүріп кетейін деп едім. Ойланып алғым келеді. Жарайды. Ертең жолығармыз. Сау бол. Ayşulu. Ayşulu. Ne oldu? Kızım. Ayşulu.